Ülkenin naurası Nauruz, Nauruz, halala kuleylim Nauruz, Nauruz, lilala kuleylim Toy мереке ортақ бәрімізге Наурыз мерекеміз, Наурыз тойымыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр уақытта осындай жақсы заманда, тыныштық заманда өмір сүрулеріңізге тілектеспін. Жан-жағымыз, бала-шағамыз, еліміз аман болсын. Осындай жақсы заманның арқасында бизнесіміз әр уақытта алға баспақ. Сондықтан ойларымыз жетістікте, әр уақытта көңіл күйлеріміз жақсылықта, бір-бірімізге сіз бізге сын жақсы, бір-бірімізге жақсы рахмет айтып, әр уақытта да жақсы көңіл күйде келесі наурызға дейін аман есен жете берейік. Қош келдіңіздер. Құрметті Победа компаниясының керемет бүгінгі келіп жатырған қыз-келіншектері, жігіттері барлықтарыңызға да бүгінгі Наурыз мерекесіне арналған үлкен тойымызға қош келдіңіздер. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай тыныштық заманда барлықтарымызға да табысымыз мол болып, осы компанияда керемет барлықтарыңызға үлкен табыстар, жетістіктер тілеймін. Алға қыздар. Қараңызшы, қандай керемет көктем мерекесі. Осындай қазақ еліне, қазақ жеріне келіп жатыр. Ақтың молаятын кезі. Осындай бәріміз әп-әсем, керемет көңіл күймен бас қосқанға не жетсін, солай емес пе? Баршаңызды амал мерекесімен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын, әрбір шаңыраққа тек қана құт береке әкелсін. Ақ мол болсын, отбасыларыңыз аман болсын, тек жылдан жылға амалдан амалға жете берейік деген келеді. Көбейе берейік, өсе берейік, өне берейік, бар болайық, бай болайық, қуатты болайық. Енді осы наурыз айында керемет мерекелер өте көп, соның ішінде міне бүгін басым көпшілік бізде әйел. WhatsApp-тан, жан-жақтан келіп жатыр, Instagram шулап жатыр, Победа компаниясы жаңа инновациялық өнімдер енгізіп жатыр, жаңа программалар енгізіп жатыр. Міне қараңыздар, соның барлығын біздер қыздар, апайлар мүмкіншілік деп білуіміз керек. Біздерге берілген мүмкіншілік. Осы 5000 теңгелік акцияны пайдаланып, бизнес жасап жатқан адамдар бар ма? Команда жинап, міне жаңа 3%-ке, 6%-ке, 9%-ке шығып жатыр, керемет акция. Ал енді арамызда жақындан тіркеліп, сол 5000 теңгелік акциямен тіркелген консультант бар ма? Қайда?
Зарина, сіз маған айтыңызшы, сол акция сізге ұнады ма? 5000 теңгелік. Несімен ұнады? 10.000 теңгеге заказ бердіңіз ғой, солай ма? Неше теңге төледіңіз? 5000 теңгесін төледім. Мына стол бәріміз жуамыз дейді директор. Мына жерде бір 3-4 бар екен. Мына стол тіпті керек емес деп отырайын деп осы. Жоқ, біреу екеуі көтерді, қой бізде болайық, ұят болар деді ау деймін, а? Мына жерде де бар екен. Қыздар, осы акцияны пайдаланып, көптеген адамдарға мүмкіншілікті айтатын болсаңыздар, сіздер директор боласыздар. Сондықтан акция өте керемет, және менің керемет жаңалығым, қыздар, Фаберлик клубты білеміз бе? Білеміз ғой, не ол Фаберлик клуб деген? Қандай? Сыйлау, бал жинау. Сыйлау. Неше теңгеге аласыз? 500 теңгеге. 5 теңгеге. Фаберлик клуб деген акцияны компания қайтадан іске қосып жатыр. Осы 5-ші каталогтан бастап, өткен каталогта заказ берген балдарыңыздың барлығына 5 теңгеге товарға айырбастап қалсаңыздар болады. Міне, бүгіннен бастап қосылды 25-ші марттан бастап. Бұл енді тағы түсіндіріп өтейін, түсінбеген адамдар болса. Фаберлик клуб деген әр каталогта заказ берген балыңыз жинақтала береді. Накопительная программа, яғни жинақталып, өзіңізге қажет продукцияны 5 теңгеге айырбастап аласыз. Яғни ол жерде 10 балдан басталады. 10 бал, 15 бал, сізде 100 бал болатын болса, 10 балдың затынан 10 5 теңгеден алсаңыз болады, өзіңізге қажетті нәрселеріңізді. Немесе жинап, 200, 300, 500 балға дейін жинап, крупный нәрсені 5 теңгеге алып алсаңыздар болады, қыздар. Жақсы ма? Сондықтан Фаберлик клуб күшті ме? Әрине күшті. Сондықтан бұл енді менің келесі тағы жаңалығым бар. Барлықтарымыз личный кабинетте жұмыс жасаймыз, солай ма? Және бізде көптеген сұрақтар туындап жатады. Мына крем кімге арналған, мына тоналды қандай? Немесе мына аяқтың кремін қайсысын алсам болады? Осы жерде 4-5 отыр екен. Қолдың кремі қандай деген сияқты, я? Помадалар, мысалы таңдау қиын болып жатады, терең деген нәрсе. Сондықтан қыздар, бұл жерде бізде әркімнің личный кабинетінде гид по продукциям шығады. Яғни гид деген кім? Жөн сілтеуші, жол көрсетуші. Продукция таңдаған кезде сол гидпен таңдап кез келген адамға айта аласыздар. Міне осы гидті ашу жерде өзіңе қажеттіңді ал, таңдап ал өзіңе кремді деп. Мына Фордтан келіп жатқан қыздарға қош келдіңіз дейміз. Міне Фордтан директор ханымдар келіп жатыр, тез жайғасып отырсаң, ары қарай мен жаңалықтарды айта берейін. Одан кейін тағы да айтып өтетін жаңалықтарым, енді бұл оқу білімге байланысты. Артта не болып жатыр? Бәрі тыныш па? Болды, тыныш болса. Енді оқу білімге байланысты. Қыздар, қазір біздерде онлайн сабақ жүріп жатыр. Онлайн сабақ, яғни интернетпен бизнесті қалай жүргізу. Қазір 21-ші ғасыр бизнес интернетте болу керек, солай ма? Инстаграм, ВК, Одноклассники дегенді білеміз бе? Сол жерге бизнес жасағысы келетін адамдар бар ма? Сол площадкеде Инстаграмнан адамдар тіркеп, ВК-дан, Одноклассникиден тіркегіңіз келсе, қыздар біздің онлайн сабаққа қатысасыздар. Онлайн сабақтың құны небәрі 15.000 теңге, қыздар. Бірақ сіз ол жерден көп нәрсені үйреніп шығасыздар. Мысалға мен көшеге шыға алмаймын, ұяламын, айта алмаймын дейтін болсаңыздар, үйде баламен шыға алмаймын дейтін болсаңыздар, тек сотканы ұстап алып, Инстаграмнан, ВК-дан, Одноклассникиден адам іздеп, өзіңізге үлкен команда құруға мүмкіншілік бар. Егер де мен сол сабақты оқимын, маған сол қажет дейтін болсаңыздар, онда маған хабарласыңыздар. Мен сіздерді тізімге жазамын. Содан кейін сабағымызды бастаймыз. Барлығы онлайн проект, яғни онлайн жұмыс жасаймыз. Одан кейін келесі бір жаңалығым менің Ыстықкөл, яғни жыл сайын бізде Центральная азиатская конференция болады. Осы жылы бізде ол Ыстықкөлде Кармен 4 сезона деген жерде июньнің 14 мен 17-нің аралығында болады. Егер барам деушілер болса, хабарласыңыздар, орын бар. Сіздер үшін тағы да орын таптық. Қатысамын, барып көремін Ыстықкөлге дейтін болсаңыздар, онда бізбен бірге жүріңіздер. Қазіргі таңда біздер 23 адам болдық. 23 адам аттанайын деп тұрмыз. Билеттеріміздің бәрі алулы. Тағы да барамын, қосыламын дейтін болсаңыздар, онда хабарласыңыздар, орын бар. Одан кейін керемет тағы да бір жаңалық, қазірде бастап айтып керек оны.
сентябрьде біздер Алла бұйыртса Москваға барамыз. 42 айында. Компанияның туған күніне. Егер қыздар барамын дейтін болсаңыздар, оған да акция мен билеттер бар. Мен бұның барлығын не үшін айтып тұрмын, қыздар? Бұның барлығын сіз егер де осындай семинарларға, сабақтарға, жаңа выездной дейді ғой, бір жақтарға барып көрмесеңіздер, тек қана сіз осы аяғын көресіз, осы шеңберді ғана көресіздер. Қай офиске барып жүрсіздер, тек қана сол офистің адамдарын көресіздер. Ал егер сіздер масштабты шығатын болсаңыздар, Фаберликтің күші осы екен ғой, Фаберлик осындай екен ғой деп көздеріңізді жеткізіп келесіздер. Сондықтан қыздар бізбен бірге болып, бізбен бірге шығып, өз көздеріңізбен көргеніңіз ол тіптен басқа. Әрине біздер эмоциямызбен бөлісіп, алған білімімізбен келіп сіздермен бөлісеміз, бірақ өз көзімізбен көрген, естіген өз құлақтарымыз ол мүлдем басқа нәрсе. Сондықтан біз сіздерді өзіміздің командамызда күтеміз, бізбен бірге ел аралап, жер аралауға шақырамыз, білім алыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер, себебі бұл жерде айтылатын білімді сізге мектепте де, университетте де бермейді. Сетевой бизнес деген мүлдем жаңа сала, 21-ші ғасырдың мамандығы. Соны игеремін, осы бизнесте биік шыңға жетемін, үлкен табысқа ие боламын дейтін болсаңыздар, қыздар онда бізбен бірге болып, сабақтарға қатысып үйреніп. Екі баланың анасымын. Үйге отырып кәсібімді жаңаштым. Кәсібімнің куәсіндер өздерін. Фаберлик компаниясының әкім. Hoş geldinizler Toyşu Қауым. Мен өлеңді оқып тұра бердім, не ойлаймын, түнде шығар бердім, кішкене жаттап үлгермей қалдым. Рұқсат. Кішкене толқып тұрмын. Ақ маралмын, ақ маржан күріш отаны, сыр ойында жаралдым. Келен болдым қожа әулетіне, кенелдім бақыт дәулетіне. Музыка бар ма, кәдімгі ұлдарым бар бөрікті, жан-жарым бар көрікті, абысым мен келін бар, қайын деген тегін бар. Дәулеттің үлкен анасы, 85 жаста анам бар, өз төркінім анашым, жеңгем менен ағам бар. Компанияда Фаберлик 9% бағам бар. Фаберликке келген соң, көптеген мақсат көзделді, ойым мүлдем өзгерді. Жұмысқа мен келемін, тапсырысты беремін, тұрамын, күлемін, өзімдей қыздармен бірге жүремін. Тауарлары сапалы, бағасы қол жетімді, әрлендіреді қол бетіңді. Кірді де жуады, шаңды да қуады. Керек емес бас қайғы, Фаберликтің өнімі бәрін өзі жасайды. Фаберлик деген осындай, қалып қойма қосылмай. Армысыздар жиналған көпшіл қауым, биік қойған жаннан қыздың арын, қыз өсірген қазақтың қайғысысы, қатал сынға салатын әр қадамын. Шын сыналған жүйрікте мін болмайды, ақылы озық біреуге күн болмайды. Келіні дана болған қазағымның, ұлдары өзге ұлге құл болмайды. Әділқазы алқасы армысыздар, бейне бір жауаптығын қармысыздар, аруларға әділ баға беретімін, әділетін жаралған жармысыздар. Атым күміс болады сұрасаңыз, Бәйімбет көрпе екен кешегі бір атамыз, әкем аты өтелген асқан тауым, пана болып біздерді жүрерсіз. Анашым Зейнехан Мұрат қызы жүзінен төгілетін күннің нұры, атыңа кір келтірмей өтсем сені мойнынан түсерім екен перзент жүгі. Ұстазым Іңкәр ханым аяу адам, біздерден бар білгенін аямаған. Осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көңілі тояр маған. Көп айтып өз жайымды не қылайын, өнеріммен одан да таң қылайын. Кішіге үлкен, үлкенге ізет, өнеге боп сахнаның төрінде сән құрайын деп. Өзімді таныстырып өтірген жайым бар. Өзімнің манағы айтып өткендей Бәйімбет көрпе ауылының қызымын. Бүгінде 12 жыл болды. Қынанос ауылының келінімін. 4 бала өмірге әкеліп, қазір 3 баланың анасымын. Қара шаңырақта ата енем, қарттарымыз бар. Қара шаңырақтың келінімін. Армысыздар, асыл ана арулар, бармысыздар,
қыздар, жігерлі дос құрбылар, жасай берсін Фаберлик компаниясы бәрімізді бір арнаға тоғыстырған. Тәрбия ханым ақылын айтқан басшымыз, Іңкәр ханым бар білгенін аямаған, Анар ханым жол көрсетер ұстазымыз. Осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көңілі тоямаған. Ал өзімді таныстырып өтейін, атадан қалыптасқан әдет құрып, табысқа жетелейтін Фаберликтің лидері мен Жалғасбаева Жанар мен боламын. Сәлем бердім баршаға, Маңғыстау маңғаз далама бір бекетім қолдаған, түйелері боздаған, кәрі кәсіпі бойында толқындары шулаған. Ата-анам тілеген екі қыздың ізінен, шымақ кілтін көздеген үшінші болып мен келгем. Абай атам жырлаған, шүкім андай ғашықтың даусына тамсанған, айдай керім, ай керім, есіміне лайық деп бір өзіме ұсынған. Қуантып қосай елінде, келім болып ендімде, екі батыр әкеліп, ана болдым бұл күнде. Сүйегім шоңай, бейелі, Бекбаулы ата сыйледі, сынықшы болған кезінде көпшілікті емдеді. Мамандығым инженер, құрылыста мүншенгем, санап бітпес сандарды елегімден өткізгем. Алып жүрер қашанда тұрмыс, жұмыс, кім-кімде, Фаберликтен аламын тауарларын біртіндеп. Қадамы бар 9-дан сыйлықтарға толтырған, өтіп шықтым қайталап әр қадамын қатарлап. Демеу болған бұл жолда, Ағия апа алдымда, қолдап жүрер, бағыт беріп саналы, қолдап жүрер қашанда. Рахмет. Компаниясының бұйымдар мен дәлелдеп беру. Біздер келіндер тазалықты жақсы көреміз. Сол себептен мен бүгінгі алған мастер-классым, яғни біздің парашютымыз. Біздер көбінесе осы Фаберликке дейін үкіметтің қандай парашютын жуатымыз. Осы парашютты көбісі жақсы көретін еді бұрын. Екеуіне бірдей тамызды. Енді қазір мен бұл екеуін араластырғым келді. Мынау біздің Фаберлик компаниясының парашюты, яғни осыдан қазір 2 қасық аламын. Кішкене қолғастырамын. Мынау күнделікті пайдаланып жүрген парашютымыз, бұрын Фаберликке дейін. Бұдан да 2 қасық алып саламын. Қазір екеуін араластырамын. Егер байқасаңыздар, мына Фаберлик компаниясының парашюты суы ағарып жатыр. Бұл екінші пайдаланған парашют әлі жақсы күйінде тұр. Байқауыңыз жасында мына Фаберлик компаниясының парашюты аппақ болып жатыр. Ал мына парашют әлі тұр. Және де парашюттар езілмей жатыр әлі. Не болған сияқты, бұл Фаберлик компаниясының парашюты, бұл бұған дейін пайдаланған. Ішінде қаптар бар, парашюттар әлі айналып жүр. Осымен менің мастер-классым аяқталды. Ай жарайсың. Екінші әкім Ақмарал, лидеріміз, 2 баланың анасы. Немен таныстырасыз? Протеиновый, бізде Фаберликте протеиновый коктейль бізде Фаберликте бар. Даже ана Доброгенді осыған араластырып ішуге болады. Өткен Доброген кішкене еру ішіп жүрген адам болса, еруі қиын ғой. Сондықтан мынаның ішінде специальный пружина бар. Аузын жауып, араластырып, соны ішуге болады. Енді бүгінгі мына протеиновый коктейль спортпен айналысатын қыз-келіншектер болса біледі. Жаңағы еңбекпен кішкене былай тұрыңыздар деп. Еңбекпен спортпен айналысатын қыз-келіншектер біледі. Спортқа барған уақытта адамға белок керек деп айтып жатады. Сол белок міне бізде ешқандай ГМО-сыз, басқа қосымшасыз, натуральный. Бұны бізде даже балаға беруге болады. Қазір мен соны көрсетіп жіберейін да.
өте ыңғайлы пакетикте тұрады. Тек мына су. Мен бүгін суға араластырып жатырмын. Негізі сүтке араластырып ішуге де болады. Тәттіні ұнататын адам болса, сүтке де араластырып. Суға араластырамыз. Өте ыңғайлы мынандай пакетикте 250 грамм суға араластырасыз. Мынау менің істеп отырғаным со вкусом банана. Тағы да басқа түрлері бар. Саласыз. Міне біздің өте ыңғайлы шейкер. Араластырамыз. Мынаны арықтағысы келіп жүрген қыз-келіншектер болса, кешкі тамақтың орнына ішуге болады. Және бізде андай шоколадтар бар, дәл осының шоколад түрін шығарған. Мен өзім ораза кезінде ораза ұстаймыз. Өзіміз ораза кезінде таңғы ауыз бекітетін уақытта сол шоколадты жеп аламыз. Ешқандай кешке дейін қарын ашпайды. Сондықтан мынаны да енді ораза кезінде мен пайдаланған жоқпын, бірақ енді пайдаланамын. Өте дәмді. Қазір мен құйып сіздерге әділ қазылар алқасына. Дәмін татып, әзіл қазыларымыз әдемі болып, миниатюрный болып шығады қазір осыдан менен. Жетісудан. Ұсынсаңыз болады. Келіншектеріміз бізге ең қажетті қазіргі біздің Маңғыстаудың ауа райына байланысты ертең көктем келді, көктемнен жаз, күз айларда шаңдар өтеді. Бізде міне ағартатын кремдеріміз бар. 1140 және 1163 деген артиклмен екі ағартатын креміміз бар. Бұл кремдерді міне күнде кешкісін жағатын болсақ, беттегі пигментация, жаңағы әртүрлі дақтардан жауып қорғануға да болады. Біріншіден, екіншіден оларды күнделікті пайдаланғаннан кейін тазартып кетіруге де болады. Енді бұл жерде мен бағасы да өте сапалы, жаңағы тиімді деп айта аламын. Себебі мен дейтін бұның алдында басқа компанияда жұмыс жасағанмын. Сол жердегі компания өнімдеріне қарағанда 3 есе арзан екенін айтамын. Баға жөнінде. Ол жердегі кремдердің, ағартатын кремдердің өзі 8800 теңге тұрады, ал біздің кремдеріміз небары 2540 теңге, мынауымыз 1640 теңге болады. Қазір енді көбісінде макияжбен келген шығар, қолға көрсетейін, сол кезде жаңағы результатты көретін боламыз. Моментально айтып келе ма? Айтып отыр, әкетке пудра сияқты еді ғой. Жоқ, болмайсы үшін. Моментально айтып келе. Пудраның орнына жағуға болады крем. Крем бірақ. Енді кішкене сіңу керек, сонда көрсетесіз. Бағытта көрсетесіз. Бірақ осы компанияның барлық тауарлары өте маған қатты ұнайды. Соның ішінде енді жаңағы барлығы көрсетіп жатыр ғой, әсемдік жағынан, тұрмыстық жағынан. Енді әйел адам болған соң өзіміздің жаңағы орта жасқа келгенде, переходной возраст дейді, сол кезде жаңағы етеккір дейді ғой қазақша айтқанда, сол келіп бастағанда атам заманда жаңағы мақта қолданған, мата қолданған, табиғи жолда. Қазіргі таңда енді прокладка дейді ғой, соның қазір қолында түрі бар, соның ішінде біреуі Faberlic компаниясынікі, қалған екеуі басқа компаниялардың күнделікті жаңағы магазиндерде, аптекаларда қолданылатын дәріханаларда. Енді мен қазір осы 3 прокладкаге суды құйып эксперимент жасаймын, сосын өздеріңе ұсынып көрсететін боламын. Біреуі Naturella, екіншісі Always, үшіншісі біздің Faberlic компаниямыздың прокладкасы. Міне қазір мен бірдей өлшемде суды құямын.
сіңіп үлгермеді бетінде. Енді мынау келесі OVS-ке бұл енді сіңіріп жатыр, бірақ қаншалықты бірақ жан-жағына кетіп жатыр. қай жаққа үшінші міне Өзіміздің Фаберлик компаниямыздың өнімі. бірден сіңіріп алып жатыр. Енді міне құрғақ сәл уақыт Натурал вообще пайдаланып міне мынау өздеріңіз көріп отырғандай ешқандай пайдаға аспайды. Оны қолданудың да қажеті жоқ. Яғни ол сыртқа шығып кетуі де мүмкін. Киімді бүлдіреді деген сияқты. Және ол киім бүлінген соң уже ол денсаулыққа да зиян екені көзіме жетіп тұр. Енді екіншісі жаңағы OVS-ді көреміз. Міне қазір мына құрғақ салфетканы қойып көремін. Және Фаберликке қоямын. Енді өзіңіз көріп тұрғандай, міне Фаберликтікінде ешқандай ылғалдық жоқ. Ал мына келесі прокладкада бұл OVS-те әлі де ылғалданып су өз қалпында тұр. Яғни бұл дегеніміз, мысалы адам денесі деп қарасақ, қолға жара түскен кезде немесе әртүрлі зақымдарға осыны қойған жағдайда ол өзінің емдік қасиетімен, антибактериалдық қасиетімен ол бүкіл бактерияны жойып, тез ем қабылдауына мүмкіндік береді. Сол сол жайында айтып өтпекшін. Оны негізі өзім пайдаландым да. Мен 2018-де осы Фаберликке тіркелген март айында. Мен аяғым ауыр кезде бетімде 2 сеппіл шығып, содан босанғаннан кейін тағы 2 жыл сеппілмен вообще кремдің жағуға да қорқатын едім. Далаға шығуға да бәрі сразу айтады, көшеге шықсам, бетім сеппіл, қап-қара. Бір тональный алып жақсам, жабы жасыл болып, біртүрлі қыздарым біледі, бетім жасылып кетті, жаппа деп та тональныйды. Сосын сеп жүргенде мына Фаберликке тіркелдім ғой, келсем, сол кислородный бальзам жайлы НК-ны айтып, содан сразу алып бастадым. Мына кислородный бальзам любой крем жағасын ғой, дневной, ночной, лечебный бәрі жаққанда, мына суның астынан бірінші жағамыз. Кислородный бальзам беттегі дақтарды, сеппілді, ол деген жаңағы любой затта күйгенге, қызарғанға, бірдеңе шаппен қолымызды тіліп алып атамыз. Духовка тазалайтындарды көбіміз перчатка кимегенде қолымыз ашытып жатады ғой, сразу осы кислородный бальзам жағамыз. Сосын мен бұны көп жағдайда пайдаландым, бәрін жаралады. Жолдасым алдында машинаның астында алып қойып, қолы бет тіліп кетті, кәдімгі ішінің еті көрінді да. Тіктірген жоқ, біз больницаға барған жоқ. Осы зеленкін жағын, осын жағанда, марлыны орағанда марлы бет ашылады, жабыспайды жаңағы теріге. Сразу осының бәр жеріндегі жараны осымен емдедім. Сосын балдар деген үйде ойнап жүріп бір жерге жығылап, зат етеді көгереді ғой, қолдары, заттар, бәрін тек осы мен атын сүргірем дейміз үйде. Тек балдардың сүргірем қайда. Бірдеңе шағып алса да, сразу жаңағы несін басады да, ауруын басады. Сосын мына күйгенге күшті көмектеседі, орнын қалдырбайды. Күйгенде сразу жаңағы ақлашады деді да, жаңағы теріні. Сосын неғылады. Сосын кремдердің бәрі кремді жаққанда бетті бірінші гель для умывания деген бар. Таңертең осыны қатты жылы емес, салқын сумен бетті жуып алу керек бірінші. Любой крем деген бетіме пайда келтірмей жатыр деп көп айтады да. Просто айтқанда оны деген біз уақытымен, дұрысымен бірінші бетті тазалап алу керекпіз. Гель для умываниемен жуып аламыз. Сосын жаңа макияж болса, для снятия макияжа мицеллярный водалар бар, ол сулармен бетті сүртеміз. Сосын тоник обязательно, тоникпен бетті сүртіп аламыз. Сосын барып мына кислородный бальзамды жағамыз. Сосын өзіміздің дневной, ночной кремдеріміз болады. Мысалы, мен бетім сухой болғасын, мен для сухой кожы мыналарын бұрын жағып бітіп қалды, соларды алып келіп жатқан ғой. Қазір енді Проликс дегенді жағып жүрмін да. Соның бәріне осындай қандай крем жақсаңыз да, бірінші астынан мына кислородный бальзам жағың. Себебі кислородный бальзам оттекті барып, мына кремдердің соны көмектесуіне, ары қарай сол
беттің әрлендіруіне жылдамдаттырады, көмектеседі бетке. Сол осыны бәрін өзім тесттен бәрін өткізіп арқайын айта аламын көрген адамыма. Себебі бәрін қолымнан өткіздім осының бәрін. Сол бетті үнемі 3 кезек жағу керек. Мысалы, проблемный бетте қалайда 3 кезек. Мен өзім 3 кезек жақтым. Енді қазір міне сетпілім азайып, қазір жоқ десем де болады. Жоқ десем де болады. Шүкір Аллаға, енді бірақ макияж қазір қайтадан бастап отыр. Гүлмира, саған қандай сұрақ келген? Отбасыңыздағы қарсылыққа жауап беру. Отбасыңызға қарсылыққа жауап беру дегенде, менің ең алғаш осы кәсіпті бастаған кезінде менің енем де жолдасым да қарсы болған. Ең бірінші мен 5 жылдан бері тұтынушымын. Бұл кәсіпке мен келмей тұрдым. Себебі менің өзімнің анам бар. Анам Тимеш Жолдасбаева, қазір күміс директор. Осы кісі мені шақырған кезде басында мен жоқ деп айтқанмын. Яғни мен өзімнің жолыммен жүремін, сіз өзіңіздің жолыңызбен жүре беріңіз деп. Мен өзім қазір банктың қызметкерімін. Мен қазір 2 баламен икрикте отырған анамын. Осы кәсіпті бастағаныма мен 5 айдай болды. 5 ай бұрын мен бастаған кезде менің жолдасым мынандай қарсылықтар білдірді. Ешқайда бармайсың, ешқандай заказ жасамайсың, ешқандай заказға ақша төлемейсің, енемде балаларымды алып қалмаймын, мен кетіп бара жатырмын жұмысқа, мен қала алмаймын үйде деген сияқты түрлі сылтаулар айтты. Және де қарсы болды маған. Отбасыма мен қарсы білдірген кезінде, ең бірінші бастаған кезде, мен өткен жолда айтып өткенмін, мен бірінші интернетпен бастадым, Инстаграммен. Инстаграмнан өзімнің сіздің фабрикті жаңа мен көрсеткенде мастер-класстарды барлығын жермен өткізіп бастадым. Одан кейін мен бүкіл осы өзімді танимау, осы адам мысалға кез келген ана, кез келген келіншек үйдің тазалығын, үйінде барлық заттардың болғанын қалайды. Өзім қалай ойласам, дәл солай мен сияқты ойлайтын адамдарға барлығына соқтым. Яғни сен келіншексің ғой, сен тазалық жақсы көресің ғой. Біздің фабрикте осындай тазалықтың заттары бар. Пол жуатын болсаң, полдың заты бар, терезе жуатын болса, терезенің заты бар, кір жуатын болсаң, кірдің заты бар деген сияқты. Осындай әңгімемен мен өзімді таныстарыма звондап бастадым. Басында мен жұмысқа бастаған кезінде маған қарсылық білдіргендер де болды, маған күлгендер де болды. Мә, сен өйстіп банкте жасап отыр, сен өйстіп отырсың ба үйде деген сияқты. Мен ешқайсына мойынсұнған жоқпын. Және менің жолдасым сөз айтпасын деп маған ешқандай, яғни үйде келген дегенде олар жақтырмайды, үйдің шашылып жатқанын, кірлерін жуылмай қалған. Сол себепте мен күндіз жұмысымды жасаймын. Кешке мен кірімді жуамын, үйдегі бүкіл жинайтын үйлерімді жинастырамын, бүкіл заттарымды істеймін, тамақтарымды кешке пісіріп қояйын, ертесі күні обедті алдында дайын тұрсын, келген кезде тек бере қоятын дайындап. Сол сияқты сөйтіп жүрдім. Міне алдарыңызда 5 ай қарсылықтарға қарамастан, ештеңеге қарамастан, осы кеше ғана 4-ші каталогта мен директор статусын аштым. 2 баламен. Және мен айтқым келіп тұрғаны, мына жерде Іңкәр ханым жаңа айтып кетті, бізде мега проекті бар деп. Мен сол басталған кезінде, ең бірінші 5 ай бұрын басталған кезде, мен сол мега проектке қатысқанмын. Яғни ол кезде менің балам 4 айлық болды. Мен даже 4 айлық баламның кезінде Фордқа барып келдім, қыздар куә. Сөйтіп, мен өзім жаймен бастап келіп, ешқандай мысалға қазірге барлықтарыңызды басыңызда бар деп ойлаймын. Бастаған кезде кім келсеңіз де қой жоқ деп айтып жатқан адамдарды шақырсаңыз қой фабрик па, ой баяғы ғой, адам жоқ, тіркелмейді ешкім деп айтқан адамдар болды барлықтарымыз. Мен де басында қиналдым, осы директорге қалай шығам екен ау деп. Оказывается, мүлдем қиыншылық жоқ екен. Яғни өзім мақсат қойдым ба, жаса. Қалай қолың тиеді, солай жаса. Солай табыстарға жете беріңіздер дегім келеді. Мен сияқты бәрімізде алдарымызда осы бриллиант директор статусын жауып, элит директор статусын жауып, осы Москваға алдымызда сентябрьде келе жатырған Москваға бәріміз бірге барайық дегім келеді. Сөйлесу.
осы фабрикалық ситуация ғой. Мен телефонмен сөйлесетін болсам, танымайтын контактілер болсын, танитын контактілер болсын, бәріне телефонмен соқсам, мен былай айтар едім. Саламатсыз ба, мен фабриктен Ақмаралмын. Сіз акцияны естідіңіз ба, соңғы акцияны деп? Егер ол кісі естімедім десе, мен ол кісіге акция жөнінде түсіндіремін. Егер естіген болса, онда мен ары қарай немді жалғастыра беремін, сұраймын. Сіз соңғы рет қашан заказ бердіңіз? Сіз өзіңіздің фабрик клубыңыздағы бонустарыңызды пайдаландыңыз ба? Немесе сондай сұрақтарды ары қарай қойып, ол кісінің контактіге шақырып, ол кісінің менімен сөйлесуіне, менімен ары қарай жұмыс жасауына мүмкіндік жасап едім. Егер сосын және мынандай неде болса, WhatsApp қазір. WhatsApp'тан каталог жіберем, жаңа каталог басталған уақытта каталогты жіберем, акциялар жіберем. Сұрақтарыңыз болса, маған айтыңыздар деп. Видеоларды жіберем жаңағындай, біздің фабриктен продукцияларының, осындай презентацияларының видеоларын жіберем, танымайтын контактілерге, солай телефонмен жұмыс жасаймын. Ой, жарайсың. Жауап беру, крем, пирамида, баға дейді. Жалпы мана айтып өттім, мен бұның алдын бұрын басқа компанияда тіркеліп жұмыс жасаған болатынмын. Ол жердегі де барлығы үйге арналған заттар, әйел қауымына арналған, бет күтіміне арналған, қол күтіміне арналған, гигиенаға арналған заттар болатын. Сол жердегі кремдер мен заттармен пайдаланған уақытта бағасы біздің фабриктен 3 есе артық деп айтамын. Себебі ол бағаларында көрдім, өзім алып та көрдім, пайдаланып та көрдім. Ал енді сапасы жөніне келетін болсақ, 3 есе артық бағамен сатылған заттың ешқандай біздің фабриктен айырмашылығы жоқ. Одан да төмен болмаса, одан артығы жоқ. Сол мысалы көп адамдар айтады, мысалы фабрик компаниясында заттар өте арзан, жаңағы күнделікті жаңағы аталып тез бітіп қалады, тез не істейді деп сондай қарсылықтар білдіріп жатады да. Ал мен дейтін жаңағы неден бьюти-майниден аламын, тағы басқа жерден аламын, қымбаттау аламын, сол жердің качествосы өте керемет, мен сіздің нелеріңізге ұнамайды деп сондай қарсылықтар білдіріп жатқан кезде өзім жалпы жаңағы компаниямен салыстырып өтемін. Ол жердің менен алып қалған заттарым бар, бітпей қалған, соны пайдаланып көр, сосын сен маған келіп айтасың деп та. Ал егер жаңағы нағыз ұнамай жатса, онда тағы да көреміз деп та. Жалпы көбісі мысалы не деп айтады? Сіздің фабриктегі жаңағы бағасын айттым. Иә, сапасын айттым. Жаңағы пирамида деген сөз ғой. Мен оның алдын бұрын жұмыс жасап жүрген кезде жұмыстағы қыздар айтқан болатын, Atlantic Globalға шақырған, сол жерге ақша саласың, жаңағы көптен осындай пайыздан ешкімді шақырмайсың, ақша саласың, табыс табасың деп. Оған сол өзінің несін көрсетті, счетын көрсетті, ішіндегі ақшасы көбейіп жатқан көрсетті. Мен де ойланбастан бардым да ақшамды салып жүрдім. Тек мен салдым, салғаннан кейін 2 айдан кейін мана компаниясы да жоқ, бәленшесі адамы да жоқ, директоры да жоқ, ешкім де жоқ болып кетті. Манағы 30 000 теңгем солай мен күйіп кетті. Жаңағы айтайын деп жатқаным, көп айтады, сендердің компанияңызға ақша салу керек, ай сайын каталогқа заказ беру керек дейді. Сол ақшаны, мысалы, олар магазинге барса да сол ақшаны салады, сол заттарды да алады, ол жерден ол жерге жаңағы пайдасы ешқандай жоқ. Яғни біздер де фабрикке келгенімізде, сарбазарға барғандай, магазинге барғандай ақшамызды төлейміз, затымызды аламыз, магазинде қайтарылмаса ақшамыз, ал бізде фабрикте кэшбэк қайтарылады. Магазинде сіз оны пайдаланып қолданғаныңыз жөніңізде басқа біреуге айтқан кезде, сіз ол кісі сіздің атыңыздан барса, ол магазинде сізге пайда бермейді. Ал бұл жерде фабриктен пайдаланып, қолданып, келесі бір адамға айтқан кезде, артыңыздан тіркеліп, ол да кімістің атынан келдім десе, оның алған тауарларынан сізге тағы да пайда түседі. Сол жерінен өте тиімді біздің фабриктен. Сондықтан айтам, бұл жерде ақша салу емес, бұл жерде кәдімгі магазинге, жаңа супермаркетке барғандай тауарыңызды ала аласыңдар деп. Пирамида жөнінде бір күннен екісіне кетіп жатырмын.
пирамида жөнінде манағындай ақша салған кезде ол жерде көбі мысалы өздерінің счетын көрсетті, ар жағындағы түбегіндегі директоры кім, ол мекеме қай жерде ашылды, заңдастырылған ба, ол жағын ешқандай көрсетпейді. Ал бұл жерде тікелей сабаққа әкелген кезде жаңа консультантты, жаңа адамды, жаңа клиент әкелген кезде тікелей біздер мысалы Жұмабаева Іңкәр бастаған, Жұмабаева Тарбия ханым бастаған лидерлерін әкеліп көрсеткен кезде ол кісілер біріншіден компанияның Москвада заводы бар екенін көрсетеді, компанияның директоры бар екенін көрсетеді, компанияда осындай табыс тауып жатқан компания бұл жерде Қазақстанда заңды түрде тіркелгенін көрсетіп, адамға түсіндірген кезде, вот мына жерде пирамида емес, нағыз жүйелік бизнес көзі екенін көре аламыз. Адамдардың бірінші түркейін сұрап, қай жерде жатқанын бәрін сұрап, сосын мен постоянно тұтынушымын. Фабрик компаниясы киімдерін бәрін киіп жүрем. Сосын қасындағы адамдарға киімді айтып бастаймын, мынау фабриктікі, мынау мынандай баланскін бәрін көрсетіп тұрамын да, киімдердің сапасы жөнінде айтамын. Сосын не киімдердің алу оңай деп тұр, базарға барып бір киімді алу үшін қаңғып келесің ғой, шырайын алып, оған тағы балдарын шашырайды, айналып жүресің, оларды бір жерге апару керек болады. Одан да үйде отырып киімді, киімдерді екеуі тіркеліп, өзің заказыңыз беріп, киімің кетіп тұрады бәрі арқайын. Сапалы киімдерді, российский сапалы киімдерді сөйтіп, мен автобуста жүргендерімде киімдерімді көрсетіп жарнамалап жүрем. Постоянно өзім фабрик компаниясында киім. Халықтың контактке шығу деген ол бөгде адам, танымайтын, көшеден болсын, жұмыс бабымен болсын кездескен адамға осы фабрик компаниясын түсіндіріп беру. Енді қай ситуация болса да, енді мана айтып кетіп жатыр ғой, үйдегі адам болсын, тіркеу болсын, барлығында да бір айтылатын бір бағыт фабрикте, яғни ол жағы тауарлары өте сапалы, себебі мен өзім қолданып жүрмін. Өзім қолданған соң мен басқа адамға да сенімді түрде кепілдік бере тұра мен оған ұсына аламын. Сондықтан бірінші мен танысып, мысалы сәлематсыз ба, амандасып, сосын ол мысалы жаңағы емханада болсын, жаңағы неде кезекте отырған кезде адаммен тіке контактке шығып бастаймын амандасу арқылы. Содан оның жалпы өмірде қандай іспен айналысатынын, яғни қосымша табысқа қалай қарайтынын, немесе жаңағы қай жерден қандай тауар тұтынатынын, соны әуелі біліп, бағытын біліп алып, содан кейін барып мен осы фабриктің қаншалықты тауарының сапалы екенін, бағасының қаншалықты тиімді екенін айтып көрсетемін. Яғни қасында жаңағы каталогын ұстай жүріп, жаңағы айтады, жас шамасына қарай жаңағы кремдер бар, тұрмыстық жағдайда қолданатын нәрселер, сосын әдемілікке, әсемдікке қолданатын тауарлар. Осылардың барлығын таныстыра отырып, сіз қандай таңдар едіңіз? Егер осы тауарларды ала отырып, мысалы, былай айтқанда дүкенді ауыстыру қазіргі заманда бізде барлығы интернет желісі арқылы, сондықтан біз Қытайдан да, басқа жақтан да интернет арқылы тапсырыс береміз. Сол сияқты бұл да интернет арқылы тапсырыс беру. Осы тапсырыс бере отырып, сіз өзіңіздің артық дүкенге баруыңызды азайтасыз. Яғни екіншіден сіз осыған байланысты қосымша табысты таба аласыз. Үшіншіден сапалы өнімді үнемі пайдаланып отырасыз. Және егер ол кісі жоқ, мен фабрикті білемін, ол маған ұнамайды деген жағдайда, жаңағы қазір айтар, тойлардың көбінде фабриктің тауарларын приз ретінде ұсынады. Сол жағдайда мен айталамын да, егер фабрик тауары өте сапасыз болатын болса, қажеттілігі болмайтын болса, ешкім ешқандай уақытта, қазіргі уақытта ешкім тұтынбайтын еді деп. Егер сіз мүмкін тек бір тауарын тұтынып көрген шығарсыз, мүмкін сіз басқа тауарларына әлде де тұтынып, соны пайдаланып көрерсіз деген бағыт беремін. Егер түбегейлі қарсы болып жатырса, мен онда өзімнің визиткімді ұсынып, әлде де ойланасыз. Егер өзіңіз тұтынбасаңыз да басқа адамға ұсынып, менің визиткімді өзім тастап кетемін. Көп рахмет.
молшылық. Соның ішінде бүгінгі біздің сайысқа келген келіндеріміз өздерінің қандай стильде киімдерін көрсетеді екен, бірге тамашалайық. Ортадан шығамыз. Біздің компаниямызда сумке, спорттық киімдер, кроссовкілер өте тамаша. Сіз айтып жатқан деп бәрін шешіп тастадым. Негізі мен мынаны әдейі аст үстімен киіп шықтым. Мынаның асты да бар, мынаның үсті де бар. Аяқ киім Фаберлик, футболка Фаберлик. Өзім спортқа қатысатын болғансын, майкілері бар, специальный спортивный. Ана несін ұстап тұратын спортивный. Майкілері де бар, сумкасы Фаберлик. Спортқа баруға арнайы қолдарыңыз тимесе, ешқандай реніш жоқ. Міне бізде қандай керемет нелер бар. Міне мына резинкасын кішкене істеп алдым, көп қолданбадым ғой. Фаберликтің скакалкасына дейін бар. Секірмей ақ қояйын, иә. Түтін келгеніміз біздің деген универсал. Іші келген нені белокты ішемін. Және міне сумкамен өте ыңғайлы, кішкентай. Міне спортқа барып келемін. Камера бірінші келдіңіз. Эльмира, Жеңбайра. Қошемет, кәнекей. Біздің Фаберлик компаниямыздың әдемі көйлегі және туфлиді көңіл бөліңіздер. Сумкасы. Өте сәнді костюмі юбкасы және сумкасы, туфлиі, колготки, барлығы біздің компаниямыздың өнімдері. Фаберлик компаниясында білесіздер, манада бір айтып жатыр, киім де бар, өнім де бар. Міне киімдердің, сол киімдердің бірі, мынау енді аксессуарға жатады ғой, сумкамыз. Мен бұны негізінде подарокке алғанмын, 5 теңгеге. Міне, жалпы өзінің бағасы 11 мың теңге тұрады. Мынау бизнес ледилерге арналған костюм, юбкасымен бірге. Рубашкасы де Фаберлик компаниясынан. Бұны да мен акция скидка кезінде алған, 2300 теңгеге шықты. Қазір бағасы 11 мың теңге болу керек. Енді мына жердегі капрон 1200 теңгенің капроны, S размер өкшесі бар несі, капронның өкшесі бар екен. Аяқ киім 11 мың теңгенікі компаниядан акция болып жатқан кезде 7,5 теңгеге алдым. Мен өзім таныстырғым келіпті. Мына үстіндегі көйлек негізі 11 мыңдікі, өткен каталогта акциямен 5600 теңгеге түсті. Яғни бұл көйлекті алып шыққан себебі, бұл көйлек біз келіндер болғандықтан ашық шашып киінбейміз. Сол себептен жабық киініп жүреміз үнемі. Және намаз оқитындарға мына жеңін түсіріп, намаз оқуға да арналған. Барлық жерлер жабық. Және әулие басына бізде қасиетті жеріміз ғой. Әулие басына барғанда да ашық шашып киінбеуіміз керек. Сол себептен басымызға орамал тағып, мына ұзын көйлекпен іші де көрінбейді, байқап отырсаңыздар барлығы. Және соға арналған. Және де келін шай деген бар. Біздер жас келіншектер келін шай. Яғни бір жерге барған кезде ешқандай қысқа киме сыртынан кәжекке киіп, осы көйлекті де кие беруге болады орамалмен. Және мына аяғымдағы бұл Фаберлик компаниясының туфлиі. Бұны мен скидканың кезінде 7000 теңгеге алдым, лакированный.
яғни бұны мысалы 38 киетін адам болса 39 алған дұрыс. Ең лакированный бұл. Және мына аяғындағы да капрон, бұл Фаберлик компаниясының капроны, бұл 8 теңгенің капроны, бірақ мықты. Және мен айта кеткім келген мына сумочка. Бұл сумочка күнделікті біздерде бір жаққа кеткенде ұсақ-түйек заттарымызды салып алуға ыңғайлы өте. Рахмет. Баева Жанат ханым. Фаберлик компаниясының көйлегі және баталашкасы өте керемет. Үстімде көрініп тұрғандай Фаберлик компаниясының көйлегі бірінші 25 мың болып шығып еді, қатты ұнап еді. Ал кейін сол бір қарап барсам 11 мыңға ма 10 мыңға түсіп тұр. Алып алдым жазда. Керемет қой. Ол жеңі ұзын, жаңа айтқандай бәрі келіндерге Фаберлик компаниясының киімдері өте күшті. Келіндерге де жеңі ұзын бізде түсіп тұрады. Сосын қалдықта де Фаберлик тасалғышкінде алдында аяқ киім бәрі істеп болғандай ұзатылатын болса мен бәрін алып қойдым бір-бірден. Кейін әр тойға бір бөлек теңгелендім. Сосын бұл қашылып деп оны да істеп өз үшін теңгелендім алып алдым. Өте ыңғайлы ішінде бәрі сияқты. Бердібек Айгерім. Компаниямыздың өлеңдері сумка, базалашка, юбка, бас киім. Жаңа атап өткендей, үстімдегі барлық киімдер Фаберлик компаниясының киімдері, яғни үстіндегі кофта, юбка джинс материалынан өте ыңғайлы. Бұл стильді көбіне күнделікті баламен шыққанда, әсіресе мына сумканың ішіне бала шағаның барлық затын салып алуға болады. Осы кейде өзіміз барлық келіншектерде қазір көлік тізгінінде ғой, сол сияқты бұл көлік тізгінінде өте ыңғайлы киім. Курткасы де жылы. Қазіргі міне көктемнің алғашқы күндерінде іліп киіп алып жүруге ыңғайлы. Сол шапка өте жұқа, өзі стильді дейді ғой, сол стильге сай. Аяқтағы жазғы аяқ киім өте ыңғайлы жүруге тұруға. Енді барлық киімде бағасын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан арзан бағамен алу үшін, сол үшін жұмыстанып, қай уақытта да каталогты қарап отырып, ең төменгі тиімді бағамен алуға ұсынамын. Барлығы ұнады. Жалпылама дейді, таныстыруда мен Гүлмираға Күміске де бес қойдым. Жүректе отырамыз. Жанатқа бес қойдым, Айгерімге бес қойдым. Екінші мастер-класс дегенде, онша кәдімгі мастер-класста мен қатты ондай керемет результат көрген жоқпын. Парашют деген анау, енді бір деген жоқ, жалпылама базада бірдей 4 деген бал қойдым. Үшінші сұрақ жауап дегенде бұл жерде енді Айгерім айтқанын өте ұнады, білмеймін. Негізі оқу күштілеу сияқты, сабаққа көп қатысатын сияқты, сонда айтып тұрғаным мен үшін маған ұнады, қалғандарына 4, Айгерімге 5 деген бал қойдым. Тамаша. Неге? 4-ші мезетім, сайсың соңғы. Киім үлгісек енді жерде келіндердің барлығына да бәрі киіп берген киімдері жарасымды. Сосын біздің келіндер жақсы басқа жаққа жүгірмей, өзіміздің өнімізді пайдаланып, өздері киіп қарап жұртқа көрсеткен үшін. Сосын үшінші, барлығы да барған жерді байтатын экономичный келіндер екен. Бәрі де іске тігесінде алғапты. Ал мен өзім болсам,
бірінші шыққан бойда ұнадым, бағасына қарамай алып аламын екен. Жаңа 10 жылдан бері компанияда істеп жатсам да, скидка деген зақты мен білмейді екенмін, маған ұнаймай барлығын соттан барлық келіндерге де бірыңғай бәріне де 5 деген бағалайды. Жарайсыңдар. Үлкен адам болғаннан кейін енді ешкімде де көп ренжіткім келген жоқ. Бәрі де ұнады. Керемет, қыздардың айтқаны, мастер-класста бәрі де жалпы айтқанда эмоциямен айтқан жақсы, конечно. Сол кезде ана айтып тұрған адамың сенімді болады. Мен сен дұрыс айтпады деп айта алмаймын, бәріңізге керемет болды енді. Барлығына түгел мен 19 балл, общий 19 балл. Бәріңізге. Және осындай жарқыраған күнде жалқылап келген мерекемен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Әрдайым деніміз сау, басымыз аман. Осындай компаниямен, яғни өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысуға мүмкіндік болатындай Алла тағала баршамызға бейбіт күнді нәсіп етсін. Енді бүгін біріншіден осы мерекеге әділ қазы бол деп шындығында мен де тұтынушымын. 4-5 жылдан астам уақыттан бері осы компанияның өнімін пайдаланып келе жатырмын. Талай компанияның өнімдерін алып жүрміз. Бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді, ешбір компаниямен салыстырмаймын. Ана компания шама мынау жақсы деп айтуға біздің хақымызда жоқ болуы мүмкін. Сондықтан мен тек қана айтар едім, тұрмыста қажетті осы айтқанда жаңа бытовая химия дейді ғой, соның барлығын мен өзіме осы фабрикте зиянсыз ыңғайлы деп таптым, сондықтан мен тұтынушымын. Енді осы мерекеге шақырған тәрбие апайымызға үлкен рахмет айтқым келеді. Сізге рахмет апай. Апаймен біздер бірнеше жыл әріптес болдық. Яғни қазір енді бұл компаниямен айналысуға менің уақытым жоқ екенін апай жақсы біледі. Сіздердің балаларыңызға білім беру саласында әйтеуір қызмет етудемін. Енді бүгін келіндер сайыс деп жатырмыз. Мен мына жерде бір нәрсені баса айтқым келеді. Мен сырт көзбен, сондықтан мен бұл жерде ешкімді танымаймын. Сондықтан әділ бағасын бердім деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұл келіндер сайысы болғаннан кейін ұлттық киіммен келгендеріңіз әрине өте жақсы және жарасымды. Өзіндік бір қасиеті бар ұлттық киім кигенде, бір сондай бір керемет өзінде бір күш, қандай да бір күш пайда болады адамның бойында. Сондықтан да осындай әдемі жарқырап жүріңіздер дегім келеді. Енді осы мен сайыс барысында туындаған сұрақтарым бар осы кейбір сайыскерлерге. Мана Жиенбаева Гүлмира деген қызымыз былай деді, ситуациялық сұрақтар. Ситуациялық сұрақтар, жалпы ситуациялық сұрақтар өзінің аты айтып тұрғандай, бұл қалай қолыңызға тиді, солай нақты әрі ұтымды жауап беру. Бұл алдын ала алып дайындау емес. Біріншіден. Екіншіден, сол бірінші Гүлмира өте жақсы шынын айтты, шынайылық бар. Бірақ енді мен бұл жерде келіндер сайысында тұрсыз, ал отбасындағы жағдай мана қарсылық дедіңіз ғой. Сіз көзін отбасыңызға жеткізе алдыңыз ба деген сұрақты бергім келеді сізге. Себебі біздің ең бірінші орында не тұру керек бізде? Отбасымыз тұру керек қой. Отбасымызды ренжітіп алып, енемізді ренжітіп алып, болмаса күйеуімізді ренжітіп алып, компанияда үлкен жетістікке жетуге бола ма, болмай ма деген сұрақ туындайды. Сондықтан сіз отбасыңыздың ризашылығын алдыңыз ба? Мен мана айтып өткенмін, қазір стоп отбасымның жаңағы ризашылығын қарсы болмау үшін мен күнделікті кешкі уақытта үйімді жинап, кірімді жуып, барлығын тазалап дайындап қоятынмын деп. Отбасымның ризашылығын алдым. Қазіргі таңда менің жолдасым маған керісінше көмектеседі. Яғни ол маған ризасын берді. Енем де өзіне ризасын берді. Басында олар ең бірінші бастаған пісіңе деп бастаған кезде олар түсінген жоқ. Олар просто далада жүресіңдер деп ойлапты. Қазір мені өстіп үйде отырып жұмыс тауып, табыс тауып жатқаныма көзі жетіп, өзінің ризашылықтарын білдірді. Рахмет. Сөзбенде жатырмыз ғой, Айгерім Бердібек деген қызымызды
әрбір сайысқа шыққанда ұлттық киімдерді ауыстырып отырғанын ерекше табу керек. Содан кейін жалпы бұл жерде сайыс болғаннан кейін біз енді жан-жақты болуымыз керек қой. Сөз мәнері, сөз сөйлеу мәнері, дауыстың ырғағы, интонация, жағымды сөйлеу, эмоциямен сөйлеу, яғни қатты эмоцияға берілмей, керісінше жылы-жылы сөйлесең, жылармен, яғни сіздер бір компанияның өкілі болғаннан кейін бізге қажет деп ойлаймын. Сондықтан сөз саптау мәнері де барлығы да бұл жерде керек. Яғни мына сайысқа сіздер таныстыруға шыққан кезде мына Ақмарал деген қызымыз болу керек. Сіз өлең шығардыңыз, жақсы, толқыдыңыз, бұның бәрі шынайылық, бұның бәрі дұрыс. Тек соны жаттап шыққанда бұлар үстінде болады. Ал енді жаттап айтқан екі-ақ қызымыз болды. Бұл жерде мәнерлеп оқу жетіспей тұр, оны айта кеткіміз керек. Келесі жол сайыстарда мәнерлеп оқуға тырысыңыздар. Біз жамандап жетістікке жете алмаймыз, сондықтан да басқаша түрде ситуациядан шығып, біз сөздің шебері болуымыз керек, қалай болады да, осы бір компанияны таныстыру үшін, жетістікке жету үшін. Сондықтан бұл жылда сіздерге сәттілік тілеймін. Мен енді сыртқа сіз сияқты мен компанияны таныстырып, уағыздап жүрген жоқ, бірақ жүрген жерінде айтам, өзімнен кейінгі қазір менде артымнан кіріп жатқан журналист бар, консультанттар. Но оларға мен айтам, бұл компанияның парашюты да керемет, анаусы да керемет, мынаусы да керемет. Яғни мен өзім пайдаланғаннан кейін бұны мен мақтап айта аламын. Яғни сондай өзіңнің басынан өтіп барып көрсеткен кезде сондай бола тұрса да бүгінгі презентация кезінде маған мысалға Гүлмираның презентациясы ұнады. Неге десеңіз, көп халықты біз көз жеткізіп көрсетуіміз керек шеберлік сыныптарында, шеберлік сағаттар дейміз ғой. Сондай моменттерде біз халықты дейтін орысша айтқанда дегізуіміз керек қой. Сондай нәрсе сияқты, мінекей әлі күнге дейін тұр, мына қарап тұрсаңыздар, осындай нәрсе көрсете білуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы барлығыңызға да рахмет, жақсы жеткізе алдыңыздар. Менің өзім де осы бесеуімізден 5 түрлі бұйым туралы мағлұмат алдым десем болады. Рахмет. Наурыз мерекесіне орай, бүгінгі мақтау қағазы Феберлік компаниясы Наурыз мерекесіне орай Феберлік компаниясының ұйымдастыруымен келіндер сайысында Ибалы келін Өтегенова күміске берілді. Осындай мәртебе көрермендер көзайымы Жалғасбаева Жанатқа беріледі. Феберлік компаниясының ұйымдастыруымен келіндер сайысынан 3-ші орын алған Бердібек Айгерімге беріледі. Екінші орын алған әкім Ақмаралға беріледі. Бірінші орын алған Жиенбаева Гүлмираға беріледі. Жалпы бір нәрсені ұмытып бара жатыр екен, мен сіздерге консультантқа керек қой деп ойлаймын. Жаңа киімді дефиле көрсеткен кезде өте жақсы, үйлесімді болды. Яғни көрсеткен киімдерді және сол бір характерге сай көрсеткен, сондықтан сәттілік бәріңізге. Рахмет.
жанымда тұрғанда мені өзіңнен ұладың ба көзімді салған бұрғанда билеттеріңнен қымбатым ба сезім сеніммен сөнбесін айналмашы тек жұмбағыма келгенсің келгенсің. Саттарбаева Бақтыгүл 12%, Нұрмағанбетова Орынгүл 15%, Қалекеева Айжамал 19%. Кәнеке ортаға шығамыз, кім бар? Ортаға Микрофон. Ал құрметті біздің партнерлар, бүгін менің құдағайым, өзімнің тікелей партнерім Айжамал ханым 19%-ке шығып жатыр. Негізі ол мен үшін директорге шыққандай бірдей болып тұр да. Негізі директорге шыққанда ноутбук подарить етем деп өзім ойлап жүредім. Құдағайым кеше ойбай мен енді ноутбук сатып алуым керек деп жүгіріп жүр екен. Сосын мен ойладым, бәрібір ертең директорге шыққанда сыйға ноутбук сыйға берем ғой. Қазір 19%-те болса да берейін, тездетіп директорге шықсын деп, мен құдағайға ноутбук сыйға берейін деп тұрмын. Бұл енді директорге шыққанда берілетін, кім директорге шықса, партнерларымызға ноутбук сыйға береміз. Естеріңізде болсын. Енді мен құдағайым туралы кішкене айтып жіберейін. Бұл кісі кезінде туған құдағайым, мана Маралдың мамасы, кезінде ЗАГС деп бастық болған адам. Бұны көндіре алмағаныма 8 жыл болды. 8 жыл мені менсінген жоқ қыздар. Офиске шақырсам, қақ ортада отырып алады да, бет аузын қыржитады, тыржитады, сосын ұйықтайды арасында, сосын тұрады. Не керек, әйтеуір құдағайым 8 жыл бағынбай, биыл енді 4-5 айдан 5-6 айдан болып қалды, бірақ товарды үнемі алып тұр. Бизнеске ешқандай көнген жоқ, мен де онда қатты зорлаған жоқпын. Бірақ арасында шақырып тұрдым сабақтарға. Сөйтіп жайлап, шақырып, ең соңына келгенде, қазір құдағайым деген жорғалап жүр ғой. Ұйықтамайды вообще, бұрын диванға жатып ұйықтап қалатын еді. Қазір ұйықтамайды, келген адамдарды есіктен тосып алады, хоп деп кіргізіп алады, сразу соткаға жабысып, холодный контакты кез келген адам нөмірін берсе, сразу тек компанияны айтып, сырылдатып, мақтайды, баяғы бастықтықты қойды. Уже қазір Фаберлик компаниясының, мана Гүлжан айтты ғой, жақсы сөйлеу керек, жақсы отношение керек. Көріп тұрсыз, сырттағы адамның өзі бізге сөйлеп айтып тұр. Қазір біздің құдағай сондай болды. 19%-ке шыққанда әлде жетіспейтін нәрселері бар, оны ол әрбір адам өзі білет, өзі түсінет. Ол жайлап келетін нәрсе. Бәріміз де сондай болдық. Бірден сетевой бизнеске бағынып кеттік деп айта алмаймын. Мен де құдағайыма дән ризамын. Себебі ол өзінің ішіндегі стержіндегі мықты стержінді бірден ағып жіберу мүмкін емес. Жайлап, міне қазір сетевой бизнестің маманы болып келатыр. Өмір бақи үкіметке жұмыс жасап пенсияға шыққан адамға ол оңай емес. Қазір пенсияда осы бизнесті кәдімгі жұмыс қылып, жасап жүр, ипсін ашып жатыр енді. Өзі пенсиясын алып отырған адам. Сондықтан құрметті мына жердегі жастар, сіздерге айтатыным, міне пенсионер кісі да табысты болам, дүние жүзін аралайым, қыдырам, бала шағама көмектесем деп талпынып отырғанда, сендерге тем более ақша керек. Солай ма? Сіздердің әлі өмірлерің алда. Балаларың кішкентай, оларды оқыту керек, оларға келіншек алып беру керек, қыздарыңды ұзату керек, бәріне ақша керек. Оны қазірден бастап ойлауларыңыз керек. Міне, үлкен адам сендердің алдарыңа жаңа үлгі. Көріп тұрсыңдар ма? Сондықтан мен құдағайыма қатты риза болып кеткенім сондай. Мен жұмыс жасауым керек, ноутбук алуым керек деп жүгіріп жүр екен. Сосын мен ойладым да, алып берейінші. Аманшылық болса осы каталогта директорға шықсын деген үмітпенен. Құдай бірінші Алла ғой, бәріне көмектесетін бірінші Алла. Намазын оқиды, үлгілі,
бала шағасын жақсы тәрбиелеп отырған өте керемет құдағайымның біреуі. Құдағайларымның бәрі жақсы, келіндерім одан жақсы, балаларым одан да жақсы. Бәрілерге жақсы келін тілеймін, жақсы қыз тілеймін, жақсы партнер тілеймін қыздар. Жан-жақтарыңды құдағайларың, құдаларың, тума-туыстарың қоршап жүрсін. Біздің бизнес тума-туыспенен болатын бизнес. Сондықтан да барлық мүмкіндікті, қазіргі пайдаланылған мүмкіндікті пайдаланып, бәрлерің табысқа шығып кетіңдер. Бәрі өз қолдарыңызда, құдағай солай ғой, бәрі өз қолында екенін түсіндіңіз бе? Әрине түсінді. Ол деген баяғыда бастық болған не керек? Қазір пенсияда. Дұрыс па? Қазір енді наоборот халыққа қызмет ету керек. Міне, өмір бақи қызмет еттің, әрі қарай қызмет етесің. Өле-өлгенше жұмыс жасаймыз. Рахмет сізге. Алла тағала сізге тез арада 3 алтын детекторды пайда қылсын. Мына қыздардың бәрін құттықтаймын. Келесі катапта қыздар давай ұялмай осы жерде тұра бермей директор болып шығыңдаршы. Ұят қой енді. Гүлмира, давай. Біздің көшбасшымыз Жұмабаева Ағия ханымға сөз кезегін береміз. Құрметті де, қадірменді Фаберлик компаниясының болашақ миллионерлері. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, қой үстіне бозторғай ұялаған заман орнына барлығымыз осы Фаберлик компаниясында арман тілектеріміз орындалып, биік статустарға шыға беруіңіздерге тілектеспін. Баршаңыздың да отбасыларыңызға амандық, бірлік, татулық және де осы Фаберлик компаниясында да өздеріңізге үлкен команда құрып, үлкен жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспін. Мен енді өзімді таныстырып өтейін. Мен енді атым Ағия Жұмабаева. Осы Фаберлик компаниясына келгеніме енді 4-5 жыл болды. Бірақ енді алғашында бұны мен бизнес деп түсінген жоқпын. Тек потребитель есебінде жүрдім. Бұрын традиционный бизнесте болдым. Содан осы компанияға келіп мені тіркеген ең бірінші демеушім, класстасым Жолдасбаева Тимеш, және де жаңа ұстазым деп отыр. Осы біздің барлық, осы Маңғыстауда барлығымызға да табыс жолын, осы бизнестің қыр-сырын үйретіп жүрген Жұмабаевтар әулеті Тәрбия ханымға, жаста болса бас болып жүрген іңкәрға бас иемін. Жалпы айтады ғой, биік мансап, биік жартас, жорғалап жүріп жылан да жетеді, қалықтап ұшып қыран да жетеді дейді ғой. Сол сияқты мына табысқа жетудің жолын ең бірінші адам басында біз түсінген жоқпыз. Ол үшін бірақ ең бірінші келгенде адамдар біз барлығымыз айтатынымыз, біз енді сөйлеп білмейміз, ана кісілер сөйлеп біледі, біз оны айтып білмейміз деген сияқты ой болады барлығымызда да. Мен өзімде әйтеуір сондай ой болды. Бірақ ол ойды бірінші адам ең бірінші айтып сөйлеп білу емес, мен өзі түсінгенім, тыңдап білудің өзі өнер екен. Адам тыңдағанда да кез келген тыңда емес. Не үшін, мысалы үшін, табысты адамдардың ортаңды өзгерт, енді осы заманда жалпы көп қой, енді ортаңды өзгерт дейді. Өзің ортаңды өзгертіп, табысты адамдарменен жүріп, солардан алған әр тыңдағаның, мысалы үшін жаңғыз бизнес жасап жүрген осындай орталарға жаңа іңкәр айтып жатыр ғой. Осындай семинарларға, тек күнделікті офис емес, жан-жақты әр жерге барып, оқу арқылы, осындай семинарларды тыңдау арқылы, адам тыңдағанда да оны дұрыстап өзінің бойына тартып, әрекет жасау арқылы үлкен табыстарға жетуге болады екен. Мысалы үшін, мен ең бірінші осы келген уақыт, осы компанияға келгенде, енді оқу керек, мен 1 жыл 6 ай жүрдім. Ешқандай табыс таба алмай жүргенде, не себепті мен көтеріле алмаймын деп сұрағанда,
Жұмабаева Тәрбие ханым айтты. Адам ең бірінші жаңа мына жерде не үшін мастер-классты көрсетіп жатырмыз? Тұтынушы болуымыз керек. Осы жердегі ең бірінші товарларды танысып, тұтынып, кәдімгідей. Сосын барып, оқып, осы жерге осындай семинарлардан қалмай барып, сабақтарға бару арқылы үлкен жетістіктерге жетуге болады екен. Енді мен қазір ең адамның айтады ғой, арман керек, мақсат керек деп айтады ғой. Мен бүгін сондай өзім бақытты, қуаныштымын деп ойлаймын. Ең бірінші осы сабаққа келген уақыттарда көбіне мен артыма біраз адам тіркеймін, сабаққа келем, артымда біраз адам бар, бірақ ешкім келмейді. Бір өзім барам, бір өзім бара берем. Шақырам, енді сондай жерге бармаймыз деп ешкім келмейді ғой. Сонда Жұмабаева Тәрбие ханым айтатын, мен осындай үлкен командам бар, мен осыған қуаныштымын, мен бақыттымын дегенде өзім іште қатты тілеп, армандап отыратын едім. Мен бүгін өзім қатты қуаныштымын, қандай бақыттымын деп сезінемін. Осындай командам бар. Осы жердегі осының 3/2 бөлігі неге менің Гүлшат бастаған, осындай Гүлшат сияқты, Назылхан сияқты, Салиха апа сияқты, Назира сияқты үлкен мықты, жаңадан шыққан Гүлнар бар. Осындай мықты лидерлер шығып жатыр. Не жүргізіп жүрген, неге алтын менен, Ғалия қыздарымыз қатты қуаныштымын. Келін болып шыққан неге көршім Айгерім. Сондай бақыттымын. Мен осындай армандап едім. Үлкен осындай семинарларға барғанда, басқалардың командаларынан осындай лидерлер шығып жатқанда, маған да осындай лидер берсе деп қатты Алладан тілеп едім. Енді сол арманымның ең бірінші осы бөлшектері орындалып жатыр деп қатты қуаныштымын. Енді мен өзімнің жоғары спонсорларыма да, осындай үлкен командама да болғаныма да өте қуаныштымын. Осы командамның аузымыз бір болып, алға қарай осы көпірліктегі биік статустардың бәріне шыға беруіне, бәріміз көп біріксек көл деп бірге шыға берулерімізге тілектеспін. Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, жорғалап жүріп деп мен 5 жыл дегенде өзім жаңа директор болдым. Сол менен түсінбегендіктен, енді әркім әртүрлі ғой. Енді жаңа айтады, халықта ішіп, қыранда жетеді деген сияқты, мен мына Гүлнар деген, мына Гүлшат директорының артынан шыққан Гүлнарға өте айтады, халықта ішіп деп, 1-2 каталогтың ішінде 1000 балл жинап, 12%-ін қорғап отырған Гүлшатты мен құттықтап жібергім келеді. Кел Гүлнар. Кәдімгі жүргізуші қыздарыма, сосын мына быстрый старт деді ғой. Енді быстрый старт дегенді білесіңіз. Быстрый стартпенен директор болады деген сияқты. Быстрый стартпенен 2 каталог ішінде 12 балл жинады. Енді 2 каталогтың ішінде сен директорлықты қорғап, Анталияға путевка алуыңа тілектеспін. Осындай үлкен команда болып, осындай үлкен залда командаменен осындай мерекелер өткізе беруіңе тілектеспін. Рахмет Абай көп. Көштің басын бастаушы әр адамнан тұрады. Ісі менен жететін нәтижесін қарашы. Көшбасшының талабы 3 жоспардан тұрады. Білімімен бөлісіп, жоспарларын құрады. 23% директор статусын ашқан Желбаева Гүлмира ханымды шақырамыз. Директор статусын жапқан Бақтыбаева Анаргүл ханымды шақырамыз. Күміс директор статусын ашқан Жолдасбаева Түймеш ханымды қошеметпен ортаға шақырамыз. Қош келдіңіз. Мен өзімді таныстырып өтетін болсам, осы компанияға келгеніме міне тастай 6 жыл болды. Бірінші басында Жұмабаева Тәрбие ханым менің наставнигім.
мен Союзде жұмыс жасап отырғанда ол кісі бірінші қаталын ұстап мені компанияға поверлікке шақырғанда мен тыңдаған жоқпын. Тыңдамаған себебімді айтайын, оның алдында мен Арифлейм Ивеннің товарын алып, керегімді алып, қасымдағы жұмыстастағы адамдарға керек заттарын әкеліп беріп жүре бердім. Сол осы поверлікке келген себебімді айтып кетейін деп жатырмын. Ол кісі жай каталогты ұстатып қойған жоқ, маған билеп мағлұматын түсіндірді. Осы поверліктің компаниясының ішінде аяғы ауыратын, сустаптары ауыратын, остеохондроз бар адамға Доброген деген ең керемет бади бар деді. Сонда мен елең ете түстім. Ол кісіні мен танымаймын, ол кісі справка тапсыруға келген. Сол кезде ең бірінші мен тіркелем дедім, сосын жаңағы Доброгенді айтқаннан кейін. Содан кейін Доброгенді алып ішіп, осы күндегі кәдімгі жеткізіп тұрған, неке аяғын ақсаңдап баса алмайтын едім. Доброгенді ішкеннен кейін менде результат болып, учеттан шықтым. Соның арқасында қазір мен күміс директорға шығып жатырмын. Тәрбие ханым, рахмет, Алладан қайтсын. Енді осы Тәрбие ханымның осы компанияға сабақтарға шақырғанда мен жұмыстан кейін келемде, сабақ миыма біреуі кіреді, біреуі кірмейді. Сөйтіп жүріп, бір күндердің күнінде мен деген 3%-ке шықтым. Одан кейін 6%-ке шықтым. 6%-ке шыққанда Тәрбие ханым мені осы компанияның 5 жылдығы екен, сондай компанияның 5 жылдығына сондай Москваға 15 жылдығы соған баруға шақырды. Мен 6%-пін. Мен ешқандай ештеңені білмеймін ол кезде. Себебі компанияның осындай заводына барып, қалай кремдердің қалай шығып жатқанын көрейік көзімізбен деп осы кісі мені сүйреді. Мен жұмыс жасап жүрген адамым, ол кезде жұмыстан деген уақытымды тауып, бір ойланып қарадым да, бір себептен Москваға бармасам, тектен тек бармайсың, аты жөні жоқ. Неде болса барсам барып келейін, поверліктің заводын көріп келейін деп, осы наставник Тәрбие ханымның қолынан ұстап алып, пойызға мініп, 7-8 адам болып кеттік. Бірінші деген Ақтөбеге барып, содан пересадкімен Ағарата бардық, бірақ барғаныма мен өкінбеймін. Жол бойында осы поверліктің барлық жетістіктерін, кремдерін қалай қолданатын, биодородтың қалай қолданатындарын мен сол жол бойында осы кісіден үйреніп бардым. Жолдан да басқа қыздар мінді, олардың қолданып отырған нәрселері қандай зат, қандай нәтижеге жеткізіп, соның бәрін ортаға салып, барлығымыз қызықты, осы көңілді бардық. Вагонның үстінде өлең айтты қазақша. Москваға барғаншыға дейін 3 күн жүрдік, 3 күннің ішінде деген керемет көңіл күймен бардық. Осы ең бірінші бардымда, поверліктің осы заводына барғанда, мен деген кәдімгі өзімді күшті сезіндім. Күшті сезінген себебімді айтайын, өз көзіммен көрдім. Кремді қалай қолдануға жіберіп жатыр, лабораториядан қалай өткізіп жатыр. Барлық нәрсені бізден лабораториядан өткізіп, осы күнде сіздің қолдарыңызға жеткізеді екен. Свежий күйінде числосын басып, кәдімгі сроктарын қойып сөйтіп жібереді екен. Бірінші басына бломбысын қойып, төбесіне құйып, бломбысын жапсырып біздерге сөйтіп жібереді екен. Ол да еңбек, түніңмен жұмыс жасайды екен. Кремдердің қалай шығып жатырғанын, биологияларды қалай өткізіп жатырғанын мен өз көзіммен көргеннен кейін мен сене бастадым. Оның алдында Тәрбие ханым айтқанда, барлығы Қытайдан шығатын шығар, Қытайдың несіне бір жерінен шығып жатырған шығар деп сөйлеп ойлайтын едім. Өз көзіме сенгеннен кейін сол жерде барлық ассамблеяға жан-жақтан Ираннан да келіп жатыр, ол жерде Түркменстаннан, Өзбекстаннан да келіп жатыр, Россия, Эстония, сондай халықтан бәрі жиналып, сахнаға күйеуіменен, жолдасыменен әйелі, ол кезде 70-ке келді ме екен, 60-тың үстінде ме екен, шал мен кемпір шығып, сертификатты алып сахнаға шығып, 2 миллион ба 5 миллион ба сондай ақшаны қолға алып неге сахнада тұрғанда менде құлшыныс пайда болды. Мен ана ақшаны неге алмасқа, шал мен кемпір алып жатыр. Ол кезде мен жаспын, қанша деймін, көзім жарқырап тұрған, қаяғынан ақша табам деп тұрған адаммын ғой. Соны ана шал мен кемпірді көргеннен кейін менде деген кәдімгі ішкі мотивация болды. Бүткіл қаланың несіне әр жерінен келген лидерлерді көріп, мен де ояндым. Ана лидерлердің барлығы директор, барлығы сахнаға шығып, сертификат сондай ұстап отырғаннан кейін, мен осыған қалай да шығуым керек, мен осыны қалай да жасауым керек деп ауылға келдім де, 3 айдың ішінде директор болдым, қыздар.
сөйтіп барлығымыз жұмыс жасасақ, бәріміз бір жерден жұмыла көтеруге болады. Мен айтам, көзімнен кейін мына Ағия Жұмабаева, Ағия, сол қызды мен шақырғанымда, ол менің сөзімді көп құлақ аспады. Класстас болғасын, құрдас болғасын, көңіл қойған жоқ. Сабақтарға барайық, жүр десем, бірдеме ертең барам, арғыны барам деп, телефонды алмай қалған күндерде ол. Телефонды алмай, сосын бетпе-бет ол магазинде тұрады, магазиніне бардым да бетпе-бет, Ағия, сен бүгін келмей қалдың ғой, сен бүгін күттік қой, сіз келмедіңіз ғой, Жұмабаева Тәрбия ханым сізді күтіп жатыр, қап подарка беремін деді сізге барғаныңызда деп, мен сөйледім бұны. Сөйлегеннің арқасында келесі шақырғанымда қап ұят болды, бара алмай қалдым, ендігіде қалай да барам деді. Ендігі сол келесі үшінші не қылғанда барғанда кәдімгідей өзі көзімен көрді, осындай үлкен мероприятияға түсті. Содан кейін ол кісі түсінді. Қазір магазинін тастап, Құдайға шүкір, қазір жасап жатыр. Кеше осы мына қызым директорға шығып отырғанда менің сіңлім пайда болып отыр деп қуаныпты. Сол енді бірінші жаңағы әр адам өзінің үйге қолданатын барлық нәрсесін осы компаниядан ала отырып, неге жұмыс жасамасқа? Директор болуға оңай деп те айта аламын, қиын деп те айта аламын. Әр адамның өзінің ниетіне байланысты жұмыс жасаса барлығыңызда директор болуға болады. Кеше осы өткенде сентябрь айында біз деген командамызбен Сочиға барып келдік. Керемет. Сочиға деген осы мен сентябрь айында мына Каспий теңізіне түсе алған жоқпын, қара мұздай аяғыма ұрады. Ал Сочиға барып біздер Гүлшат бар әне арамызда. Сочидің қара теңізіне барып түстік. Осы Павеликтің арқасында. Сөйтіп шетелдерге де барып жүрміз. Шетелдерге барып, осы компанияға келгеннің арқасында қыдырып, Дубайы бар, басқасы бар, Сочи бар, Москвасы бар, Ленинград бар, Санкт-Петербург бар, барлығына шарлап келіп бірге жүрміз ошым. Сіздерге де сондай. Ертең осы Құдай қаласа міне сентябрь айында бізге Павелит компаниясының Москваға міне шақырып жатыр. Нечаев шақырып жатыр мені. Нечаев шақырып жатыр дегенше, осы компанияның мінеке 21-22 жылдығын тойлауға ертең сентябрь айында біз соған жолдама алып кетпекші, соған дайындалып жатырмыз. Кеше Нечаевта хат жазып, міне қызым директорлыққа шықты, мен соған Москваға кіруге билетін сұрадым. Міне түнде кәдімгі немен жазып, жағы. Сол қолыма ұстап, бүгін міне қызыма табыстайып, директорлық шыққаны үшін, сояққа Москваға бару үшін бесплатно барып, сол жағы ассамблеге қатысып келеді. Сол сияқты барлығыңызда бара аласыңыз, наставниктермен хабарласың, Москваға барып көрсеңдер, түсінесіңдер қыздар. Көздерімен көресіңдер, жан-жақтан жиналады, барлық мемлекеттен жиналады бұл жерде, сол жерде уже деген басқаша сезінесіңдер. Мына жерде Қазақстанның ішінде азғантай жиналғанға бір-бірімізді көріп, бір көрген таныс, екі көрген таныс, не болып жатыр, туыс болып жатырмыз. Сол сияқты ертең ояқта да кім Нечаев кім, ояқта басқа кім, соның бәрін танып, көзіңізбен көріп келесіңіз. Барлығыңызды сол Москваға баруға шақырамын. Мен қуанышым қойныма сыймай жатыр. Жаңа келіндер сайысында бірінші орын алдым. Негізі аяқ астынан болып барлығы. Мен директор статусында ашып жатырмын. Мен бірінші Аллаға, одан кейін анама, одан кейін Тәрбия ханыма рахмет айтқым келіп тұр. Тіпті не деп айтарымды да білмеймін. Мен басында Іңкәр ханым офиске шақырған кезде мен түсінбейтінмін. Не үшін шақырып жатыр? Шақырған кезде қарап отырам айтқан сөздеріне, бірақ түсінбеймін. Айтып жатыр, маркетинг планды айтып жатыр, түсінбеймін. Біртіндеп проценттен процентке шыққан кезде, мен проценттен процентке секірген кезде, сол кезде барып Іңкәрдің ана айтқан сөзі, Іңкәр апаның мына айтқан сөзі, ана айтқан сөзі, осы солай екен ғой, мынау осылай екен ғой деп сол кезде түсіндім. Қыздар, барлықтарыңызға еңбектеніңіздер дегенге, мен тіпті директорды қалай болғанын да білмей қалдым шынымды. Өйткені жұмыстан жүріп, мен күнделікті тіршілік, үйім де бар, тамағым да бар, енем де бар, жолдасым да бар, олар жұмысқа кетеді. Жұмыстан шығарып салам, қарсы салам барлығында. Еще бір жаста қазір бала менің да, одан кейін қызым 3 жаста садикке барып,
солар апарам, әкелем, күнде жұмыспен компьютердің алдында баламен отырам. Даже қалай шыққанымды білмей қалдым. Менде әлі талай алдында еңбектер күтіп тұрған сияқты, әлде де мені бітірмей қалған істерім бар сияқты. Себебі мен артында проценттік қыздар бар да, оларға от директорлық деген мынандай деп көрсеткім келеді. Сол аяқтанбай қалған істерімді аяқтағым келеді. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Баршаларыңызға осындай сахнада, Москваның төрінде осындай жолдама ал, барлықтарыңызды бриллиантный директор, элитный директор, осы Қазақстанның атын шығар генеральный директорге шейін болайық дегім келеді.